сот кеңесу бөлмесінен алып, үкімнің кіріспе және қарар бөлігі жарияланады. Қазақстан Республикасының атынан үкім 2022 жылы 24 наурыз Бауыржан Момышұлы ауылы, Жамбыл облысы Жуалы ауданы сот құрамында төрағалық етуші судья Жамалбекұлы, сот мәжілісінің хатшысы Қожабаеваның, мемлекеттік айыптаушы Капардың және Исатаеваның, жәбірленушінің заңды өкілі Қанубаевтың, сотталушы Пернешевтің, оның қорғаушы адвокат Тілеужановның қатысуларымен ашық сот отырысында қылмыстық істі жалпы тәртіпте қарады. Ол бойынша Еламан Елжанұлы Пернешев 1992 жылы 28 ақпанда Жамбыл облысында туылған. Жамбыл облысы Жуалы ауданы Шақпағат ауылы Пахомов көшесі 25 үйде тұратын, жұмыс орны дара кәсіпкер, Хадиша апа, орта білімді, отбасылы, ешқайда кетпеу және тиісті мінез құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасында Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 104 бабының 1 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін айыппен сотқа берілді. Қарар бөлігі қылмыстық процесс кодексінің 387, 390, 394, 396 және 399, 401 баптарын басшылыққа ала отырып, сот үкім етті. Еламан Елжанұлы Пернешев Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 104 бабының 1 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша кінәсіз деп танылып, оның іс-әрекетінде қылмыстық құқық бұзушылық құрамы болмағандықтан және жасауға қатысуы дәлелденбегендіктен ақталсын. Пернешевке қатысты қолданылған ешқайда кетпеу және тиісті мінез құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы сол күйінде қалып, үкім заңды күшіне енгеннен кейін күші жойылсын. Қазақстан Республикасы қылмыстық процесс кодексінің 4-ші тарауының талаптарына сай Еламан Елжанұлы Пернешевтің құқықтары қалпына келтіріліп, ол қылмыстық процесті жүргізетін органның заңсыз әрекеттері салдарынан келтірген зиянды өтеуге құқылы деп танылсын. Процестік шығындар мемлекет есебінен қабылдансын. Қылмыстық процесс кодексінің 118 бабына сай үкім заңды күшіне енген соң заттай дәлелдеме тергеу амалдары жазылған CDR диск қылмыстық істі сақтаудың бүкіл мерзімі ішінде іспен бірге қалсын. Үкімге наразы болған жақ үкім жарияланған күннен бастап 15 тәулік ішінде Жамбыл облысы сотына, Жуалы ауданы сот арқылы апелляциялық шағым, ал прокурор өтініш хат келтіруге құқылы. Сонымен қатар сот аталған қылмыстық іс бойынша жекеше қаулы қабылдады. Қарар бөлігі жарияланады. Қылмыстық процесс кодексінің 405, 344 баптарын басшылыққа алып, сот қаулы етті. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 104 бабының 1 бөлігі бойынша Еламан Елжанұлы Пернешевке қатысты қылмыстық іс бойынша анықталып, орын алған олқылықтар мен заңбұзушылықтарды алдағы уақытта болдырмау және алдын ала шараларды ұйымдастыру, заңбұзушылықтарға жол берген лауазым тұлғалардың жауапкершілігін қарастыру мақсатында Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімінің назарына ұсынылсын. Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімі қабылданған шаралар туралы 1 ай мерзім ішінде сотқа хабарлауға міндеттелсін. Қаулыға наразы болған тарап қаулы шығарылған күннен бастап 15 тәулік ішінде Жамбыл облысы сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасына Жуалы ауданы сот арқылы апелляциялық тәртіппен жеке шағым беруге, прокурор өтініш хат келтіруге ерікті. Тағы да осы іс бойынша жекеше қаулы қабылданды. Қарар бөлігі жарияланады. Қылмыстық процесс кодексінің 405, 344 баптарын басшылыққа алып, сот қаулы етті. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 104 бабының 1 бөлігімен сотқа берілген Пернешевке қатысты қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында істі бір жақты толық емес қарап, басқа дәлелдемелерді жан-жақты және объективті түрде зерделеу жүргізбегенін жеткізіп, мұндай орын алған заңбұзушылықтарды алдағы уақытта қайталанбауына жол бермеуге және кінәлі тұлғаларға қатысты тиісті шаралар қолдану үшін Жамбыл облыстық полиция департаментінің бастығының назары аударылсын. Аталған жекеше қаулы 1 ай уақыт аралығында қаралып, қолданылған шаралар туралы сотқа жазбаша түрде жауап берілсін. Қаулыға наразы болған тарап қаулы шығарған күннен бастап 15 тәулік ішінде Жамбыл облысы сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасына Жуалы ауданы сот арқылы апелляциялық тәртіппен жеке шағым беруге, прокурор өтініш хат келтіруге ерікті. Отыра беріңіздер. Яғни сот
соттың үкімін түсіндірілуде. Яғни Еламан Елжан Кемешев, сот сізде отыра беріңіз. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 104 бабының 1 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық бойынша кінәсіз деп танып, сіздің іс-әрекетіңізде қылмыстық құқық бұзушылық құрамы болмағандықтан және жасауға қатысуыңыз дәлелденбегендіктен ақталдыңыз. Яғни сот қылмыстық құқық бұзушылық жасағанын, осы қылмыстық құқық бұзушылық сотталушының жасағанын, оны жасаған үшін кінәлі екені, кінәсі заң талаптарын сақтала отырып жиналған дәлелдемелермен расталғанда даусыз анықталса ғана сот айыптау үкім шығару қажеттілігін сот ескереді. Яғни бас сотталуында 3 айыптау актісі ұсынылды. Яғни айыптау актісіне сай Хадиша апа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Бауыржан Момышұлы әкімі Хайролла арасында 8 сәуір 2020 жылы жасалған келісім шарт және сол бойынша атқарылған жұмыстарға берілген. Яғни осы шарт бойынша Пернешев смета бойынша 9 тармаудан тұратын 31 жұмыс түрін орындауға міндеттенген және де 8.06.2020 және 10.12.2020 жылы орындалған жұмыстар актісіне сәйкес сметалық құжаттарда көрсетілген 31 жұмыс түрі толығымен орындалғаны және атқарылған жұмыстар үшін қаражат толық төленгені алға тартылған. Аталған келісім шарттар жақтар арасында рәсімделген. Бірақ 73 жанды келісім шарттың, яғни Бауыржан Момышұлы ауылындағы көшелерді түнгі жарықпен қамтамасыз ету, электр лампаларын ауыстыру жұмыстарын атқаруы тиіс болған. Электр лампаларын ауыстырған бойынша жұмыстарын атқарған үшін қаражат төленген. Яғни осында сот отырысында жауап берген куә ретінде ауыл әкімі Хайролла сотталушы Пернешев тек электр лампаларын ғана ауыстырғанымен айналысқанын, орындалған жұмыс актілеріне сәйкес оған қаражат тек электр жарығын ауыстырған үшін төленгенін, басқалай апат болған жағдайларда, құлақ сымдар үзілген жағдайда өзі, яғни Жуалы аудандық электр желісімен және Кампоз мемлекеттік мекемесінің жұмысшыларын жалдап жөндететінін айтып өтті. Яғни айыптау бойынша Пернешев Бауыржан Момышұлы ауылының жекелеген көшелерінде көше жарықтарының барлығына жауапты болғаннан соң номер 373 және 26 подстанцияларда орналасқан автоматтардың барлығына бақылау жүргізу қажет болатын және де автоматтар кез келген ақауларға автоматты түрде өшіп қалуы тиіс болатын. Алайда кейбір автоматтар өз күшіне сәйкес жұмыс атқармаған орын алғаны туралы көрсетілген. Алайда Хадиша апа жеке кәсіпкерлік серіктестігінің, яғни ЖЭС-тің балансындағы ағаш қарағайда орналасқан бір автомат қана тиесілі екені анықталды. Яғни 373 және номері 26 подстанцияларда Хадиша апа басшысы Пернешевтің тікелей жауапкершілігі келісім шартта көрсетілмеген. Және іс құжаттарында сот отырысында да 373 және 26 подстанцияларда Пернешев және оның жұмысшылары ешқандай жөндеу жұмыстарын жүргізілмегені сот отырысында анықталды. Айыптау актісіне сәйкес, яғни 30 шілде 2020 жылы Бауыржан Момышұлы Қойбақ көшесі 36 үй тұрғыны жас нәресте, 2017 жылы Қабылбек Алтай Ахиятұлы, яғни тоқты ұстап қайтыс болғаны көрсетілген. Яғни мәйітке жүргізілген сот медициналық сараптамасының қорытындысына келсек, яғни нәрестенің сол қолының сыртындағы екінші саусағының тұсында және оң аяғының табанының 4-ші және 5-ші саусақтары тұсында электр меткасы, яғни тоқ тиген іздері көрсетілген. Аталған жарақаттардың сипатына келсек және жәбірленуші өкілі Қабылбек Ахияттың жауабында айыптау жағымен айғақ зат ретінде іске тіркелген бейне жазбадан ЖЭС мекемесіне тиесілі столбының жерлендіру сымы столбыдан ажырап салбырап тұрғаны анықталды. Оған ешкім уәж келтірмеді. Егер айыптау актісінде көрсетілгендей нәресте барып сымды ұстаған жағдайда жарақат оның алақанында болары анық, ал оның қолының сырт жағы мен табанында емес. Жерлендіру сымы ереженің талаптарына сай столбыға жабысып тұрғанда нәрестенің топқа тартылуы мүмкін емес деген күмән бар. Нәрестенің жарақатының сипаты оқиға болған күні жерлеу сымының өз функциясын тиісті түрде орындамағанының
және де салбырап ойнап жүрген баланың қолының сыртына тигені немесе нәрестенің оны аяғымен басып кеткенінің дәлелі. Осында ЖЭС мекемесінің маманы солбыдағы жерлеу сымының техникалық қауіпсіздік ережелеріне сай салбырап, солбыға қағылып жабысып тұру тиіс болатынын, бірақ сол күні оның салбырап тұрғанын мойындады. Айыптау актісіне сәйкес Пернешов өзінің міндеттемелерін салғырттықпен қарап, өзінің жұмысына немқұрайлықпен және ұқыпсыздық қарап, электр жарығын тексеруші Нұржанды қайта шақырып алып, 2020 жылдың шілде айының 28 және 29 күндері Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы Тұрар Рысқұлов көшесінің бойында орналасқан 373 батыс станциясының көше бойына келіп тұрған свет жарығын, Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы жастар көшесінің бойында орналасқан подстанция нөмірі 26 подстанциядан келіп тұрған көше жарығын желісін, Тұрар Рысқұлов көшесі нөмірі 30 үйдің алдында орналасқан бағананың басындағы тоқтарды бір-біріне жалғап, Пернешовтың тікелей тапсырмасымен Бауыржан Момышұлы ауылының барлық көше жарықтары қосылған. Тоқты бір-біріне қате жалғау салдарынан барлық көшелердің бойында орналасқан бағананың басынан жерге қарай түскен минустық токтың жерлеу сымының барлығына электр келіп тұрғандығы көрсетілген. Яғни айыптау тарапымен ұсынылған куәлар сот отырысында Дүрәлиев Нұржан мен Нұржан Бақытжан 21, 22 және 23 шілде күндері Тұрар Рысқұлов көшесінде пускатель мен 9 электр лампочкаларын шамдарын ауыстырғандарын, қандай да бір болмасын электр сымдарын ауыстырмағандарын көрсетті. Сонымен қатар 29-30 шілде күндері Тұрар Рысқұлов көшесінде жұмыс істемегендерін көрсетті. Яғни айыптау тарапы осы айыптау актісінде көрсетілген уәждеріне заңға сай дәлелдемелерді сот отырысында ұсынылмады және келтірілмеді. Тек жалған сөзбен айтылды. Яғни абайсызда кісі өліміне ұшырату бабымен айыптау үшін кінәлі адамның әрекеті не болмаса әрекетсіздігі мен адам өлімінің арасында тікелей байланыс болуы тиіс. Адам әрекетінің салдарынан адам өлуі мүмкін екенін біле тұра, оған жол берілуі тиіс. Ол қандай жағдайда жерлеу сымына кернеу немесе басқа тоқ келуі мүмкін екенін, ЖЭС мекемесіне қатысты сол жерлеу сымының техникалық қауіпсіздік ережелеріне қайшы салбырап тұрғанын қайдан білуі мүмкін. Яғни жерлеу сымының өз функциясын тиісті атқармай қалуының мүмкіндігін және де ол жерлеу сымына жас нәрестені түсіну мүмкіндігін ол болжап білуі мүмкін емес. Яғни Пернешовте оқиға болған соң аталған столбылардағы сымдарды қалай жалғанып тұрғаны, тоқтар дұрыс жалғанып тұр ма, ешкім көрсетіп көзін жеткізгені туралы дәлелдемелер сот отырысында ұсынылмады. Яғни Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 19 бабына сай сотталушының кінәлігіне сейілмейтін күмән олардың пайдасына түсінілді. Яғни қылмыстық және қылмыстық процесс заңдарын қолдану кезінде туындаған күмәндар да сотталушының пайдасына шешілуі тиіс. Яғни ханға да қараға да ортақ бір дүние бар, ол заң, яғни заң ғана асып сот шешім қабылдай алмайды. Сот тек қана сот тергеуі барысында зерттелген дәлелдемелерге ғана сүйеніп баға берді. Осыған байланысты қорыта келгенде, сот іс бойынша кез келген күдік айыпталушының пайдасына қарастырылуы тиіс және айыптау үкімін болжамдарға негіздеуге болмайды деген тұжырымға келе отырып, ақтау үкімін қабылдады. Соттың үкімі түсінікті ме? Тараптар? Түсінікті. Осымен сот отырысын жабық деп жариялады.